Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер мынадай өте әдемі чизкейк дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Қажетті ингредиенттерімізді описанияға жазып кетемін. Печеньемізді измельчительге салып уақытап аламыз. Түрлі печенье ала берсеңіз де болады. Чизкейгіңіздің қамыры шоколадный болғанын қаласаңыз, үгітілген печеньенің үстіне 3-4 ас қасық какао қосуға болады. Жақсылап уақытап аламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Рахмет. Уақытылған печеньеміздің үстіне бөлме температурасында еріген сары май қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Тәтті болғанын қаласаңыз, қант қоссаңыз болады. Печеньемізді формамызға салып, әдемілеп тегістеп аламыз. Салмамыз дайын болғанша тоңазытқышқа сала тұрамыз. Салмамызға қажетті бір апельсинді алып, цедрасын үкіштен өткізіп аламыз. Апельсиннің шырынын бөлек ыдысқа құйып, үстіне желатин салып, араластырып қоя тұрамыз. Бөлек ыдысқа қаймақ пен йогурт қосып, оның үстіне жаңа апельсиніміздің цедрасын салып араластырып аламыз. Үстіне 4 қасық қант ұнтағын қосайық. Шырын менен желатинді ысытып, жаңағы салмамыздың үстіне құйып араластырып аламыз. Дайын салмамызды печеньелі қамырымыздың үстіне құйып тегістеп аламыз. Таңға дейін тоңазытқышқа қоямыз. Таңертең тоңазытқыштан чизкейгімізді алып, бетін әдемілейміз. Бетіне апельсин салуға болады, бірақ мен киви салып әдеміледім. Чизкейкімізді формадан босатып, кейсіп әдемі ыдысқа саламыз. Әдемі және дәмді чизкейкіміз дайын. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіз. Сізге де ұнайтынына сенімдемін. Ас болсын.